Жаз айларының басталуымен көптеген ішілетін газды сусындардың денеге біршама зияндары бар. Газды сусындарда қышқылдар мен шекер тіс эмалін кетіреді. Тістегі жұмсақ ұлпаның өлуіне себеп болуы мүмкін. Экзема, демікпе ауруларына себеп болуы да мүмкін. Газды сусындарға жүгерінің фруктозалы шырыны қосылады. Бұл зат жүрек пен қант диабеті ауруларына себеп болатын зат алмасу процесінің нашарлау қаупін арттырады. Ұзақ, тұрақты түрде тұтынылған жағдайда бүйректегі тасқа және басқа да бүйрек ауруларына жол ашатын жоғары мөлшерде фосфор қышқылы қосылады. Газды сусындарды ішкеннен 20 минуттан кейін қанның құрамындағы шекер мөлшері артады. Соған байланысты шекер мөлшерін төмендету мақсатында ағзамыз өзінен инсулин шығара бастайды. Бауыр шекерді жылдам түрде майға айналдырады. Газды сусындардың құрамында фосфор қышқылы мен жоғары мөлшерде фосфат бар. Ұзақ тұтынылған жағдайда сүйектің сынуына жол ашады. Фосфор зармен шыққан кезде кальцийді өзімен бірге алып кетеді. Әрбір газды сусын семіру қаупін 1-6 есе арттырады. Жүрек қан тамырлары ауруларының 70% семіздікке байланысты. Қант диабетіне шалдығу қаупі 80%-ға көп. Газды сусындардың ыдыстарында пластикалық бөтелкелерде қатерлі ісік тудыратын қабат түзіледі.